Қалдырмас аязға ызғарға, алабым асқар тауым. Жанаке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әрқашанда биік көремін мен басқадан. Менің әкем, менің жақсы адам. Менің әкем, жақсы адам. Қасиеттенің шыңына арнадым алғыс тағзым. Биікшіліктер жете алмас тұнына ең мықты ұстазым. Айтсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сізде болғаным. Әрқашанда биік көремін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Әрқашанда биік көремін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қошеметтеріңіз. Енді дәл осылай әулет болып келіп деп қалайық. Содан кейін де бір алайық. Мен енді ортаға Серікбай ата мен Роза анамызды алдырайын менің қасыма. Қалған жақсылар жайғасқа. Şimdi бүгінгі дүбірлі тоймен құттықтап келген жақсылар ие. Бүгінгі мынау Алталаштың басын қоспаса да ағайын туысын жинап, көршілерін, құдаларын жинап, той беріп жатқан ие, той иелері осы кісілер. Той иесі осылар ие. Тойдың иесі осы кісілер ие. Қошемет бола ма? Нойынды айтып жатырмыз ағайындар. Нойынды осынша 85 жас дейін десем, я 85 жылы жігіт сияқты, я Серікбай ағам. Мынау енді осынша сыйлап келген меймандары бар, және осындай тойды жасап беріп жатқан ұлдары, қыздары, келіндері бар. Мен енді ойлаймын сізді, осы бір дүйім жұртты басқаратын, осы бір рулы жалпы шеркештерді басқаратын ауызы дуалы ақсақал ғой деп ия. Мынау енді келген қонақтарыңызға өзіңіз қош келдіңіздер деп қойыңыз. Әлгесін. Рахмет шүкірағым, Алла қуат сал берсін тек қана. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер деп қойыңыз. Халыққа бағады ғой. Я Алла тағалам әйтеуір осы бүгін сәті түсіп 85 жасқа толғанымды мына бала шағам, келін кепшігім, тума туысым, жерлаттарым, баршасы әйтеуір ауыз бірін жасатыны бүгін сіздерді қайналайын. Қонақтарым, баршаңызды шақырып отырмыз. Әр уақытта тек қана аман болыңыздар, сау болыңыздар.